Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Каскенова Мадина Дәуренқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы отбасындағы қарым-қатынас мәдениеті. Сабағымыздың құндылығы дұрыс әрекет, ал қасиеттері сыпайылық, әдептілік, сыйластық. Ендеше балалар, 5 құндылықты рет-ретімен атап өтейік. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Жарайсыңдар балалар. Ал енді 5-ті ережесін есімізге түсірейік. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, оқып білуге талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, күнімізді татулықпен өткізейік. Олай болса балалар, сендерге үйге Сырбай Мәуленовтың өлеңдерін мәнерлеп оқуға берілген еді. Бәріміз мәнерлеп оқып келдік деген сенімдемін. Оны тексеру үшін біз сақина ойынын ойнайық. Қазір мен сыныптан жүріп бір оқушының қолына сақина беремін. Сол оқушы берілген өлеңді мәнерлеп оқып, мағынасын қалай түсінгенін айтып береді. Қанекей, ендеше бастайық. Жарайсыңдар балалар. Енді бұл үйге берілген тапсырманы біз түйін етейік. Қане, өлең не туралы? Тамаша балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл өлең бала өзінің атасы мен әжесінің мейірімі, әкесі мен анасының қамқорлығы, қарындасының тәтті қылығы туралы сүйіспеншілікпен екені айтылған. Әке мен ананың жылылығы деп нені айтамыз? Жарайсыңдар. Әке мен ананың жылылығы деп бізге көрсеткен махаббатты, мейірімділігін айта аламыз. Және олардың әрбір бізге көрсеткен мейірімі бір өзі ғажайып көрінеді. Отбасыда қалайша татулық орнатуға болады? Жақсы балалар, отбасыда татулықты ұйымшылдықпен, көркем мінезділігімен орнатуға болады. Бауырмалдық дегенді қалай түсінесіңдер? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бауырмалдық балалар, адам бойындағы туысқандық, ағайыншылық қарым-қатынасқа адалдықты білдіретін ұғым. Бауырмалдық ол басты байлық. Адам баласы өз бауырына сыпайылық, әдептілік, сыйластық қасиеттерімен танылуы керек. Келесі сұрақ. Өзінің туғандарына сүйіспеншілігіңді қандай сөздермен жеткізесің? Қанекей, кім айтады? Жарайсыңдар балалар. Туғандарымызға біз сүйіспеншілікті жылы сөздер арқылы жеткізе аламыз. Ата-аналарына, туған туысқандарына ыстық махаббаттарыңды қандай іспен дәлелдейсіңдер? Тамаша балалар, қандай ақылдысыңдар? Біз ата-анамызға, туған туыстарымызға ыстық махаббатты оларға көмек берумен, қиын кезде қасында табуымен дәлелдей аламыз махаббатымызды. Жарайсыңдар балалар. Балалар, есімізде сақтайық. Өмірде ғажайып өте көп. Ал отбасы ғажайыбының орны мүлде бөлек. Отбасы ол бір-біріне деген кешірімділік, мейірімділік. Отбасы ол бастысы дұрыс әрекет құндылығын қалыптастырады. Отбасы адамдарының сүйіспеншілігі, махаббаты. Жарайсыңдар. Сонымен балалар, біз бұл өлеңнен қандай құндылықты байқадық? Дұрыс айтасыңдар. Дұрыс әрекет құндылығын байқадық. Бүгінгі өтетін отбасындағы қарым-қатынас мәдениеті тақырыбымыз дұрыс әрекет құндылығымен байланысты. Бүгінгі сабақта біздің мақсатымыз дұрыс әрекет құндылығын меңгеруіміз, сыпайылық, әдептілік, сыйластық қасиеттерін бойынымызға сіңіреміз. Ендеше балалар, мына дәйек сөзге назарымызды аударайықшы. Ата-ана бас тұлға. Бүгінгі біздің дәйек сөзіміз. Осы дәйек сөзді барлығымыз бірге оқиық. 1, 2, 3. Ата-ана бас ұстаз. Енді тек ұлдар оқиды. 1, 2, 3.
Жақсы, ал енді қыздар оқиды. 1, 2, 3. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сендер бұл дәйек сөзді қалай түсінесіңдер? Жарайсыңдар. Неге ата-ананы бас ұстаз дейді? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Баланың бас ұстазы ата-ана. Себебі отбасы ол өмірдің қыры мен сырын, дүниенің жұмбақтарын танытып, жағымды қасиеттерге баулайды. Сендер ата-аналарының қандай қасиеттерін жақсы көресіңдер? Тамаша, балалар. Ата-ананың жақсы көретін қасиеттері сүйіспеншілік, әдептілік танытып, бір-біріне үнемі сыпайылық танытуда. Енді балалар, осы ата-ана бас ұстаз дегенді, бұл бәрі отбасыдан шығады. Отбасы ол таным бесігі. Отбасы адамзат бесігін тербеткен ұя болса, баланың бас ұстазы ата-ана. Бала отбасыда әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Әке асқар тау болса, ана бауырындағы бұлақ, ал бала жағасындағы құрақ. Отбасыдағы қарым-қатынас жақсы болу үшін, отбасы тату болу үшін, адам бойында мейірімділік, сүйіспеншілік қасиеттері болуы керек. Балалар, мен сендерге шағын сыйым бар. Ол отбасы ошағы деген әңгіме. Қазір бәріміз мені тыңдаймыз. Мен сендерге бұл әңгімені айтып беремін. Ертеде бір ауылда 3 жас отбасы өмір сүріпті. Бір кездері ол ауылға бақыт келіп қоныстады. Ол өзінің қай отбасында жарық пен жылу толы болса, сонда қонатынын хабарлады. Бірінші отбасы өз үйлерін күміске толтырды. Үй жарық болды, бірақ күмістің жарығы үйді жылыта алмады. Екінші отбасы өз үйлерін алтынға толтырды. Үй жарық бола түсті, бірақ жылулық бәрібір болмады. Тек үшінші тапқыр отбасы өз үйлерінің ошағына от жақты. Оның әсерінен үй жарық болып, жылуға толды. Әрине, бақыт сол үйге мәңгілік қоныстауды ұйғарды. Ол үй иесілермен бірге баланың дүниеге келуін, әр отбасы мүшелерінің туған күндерін, отбасы құрған күндерін және алтын той күндеріне дейін болуға қалды. Балалар, бұл әңгіме не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар, әңгіме бақыттың ауылға келгені жайлы және қай үйде жылулық пен жарық болса, сол үйде қоныстайтыны жайлы айтылған. Бұл әңгімеде қандай құндылықты байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бұл әңгімеде дұрыс әрекет құндылығын байқауға болады. Туған туыс бауырларына жылулықты қалай білдіріп жүрсіңдер? Тамаша, балалар. Туған туыс бауырларымызға жылулықты жылы, сыпайы сөздер айтумен білдіре аламыз. Балалар, әрбір отбасы адамдарында бір-біріне деген жылулығы болу керек. Ол қандай жағдай болмасын, бір-бірімізге қолдау көрсетуіміз керек. Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Енді балалар, топпен жұмысымызға көшейік. Бірінші топқа бірінші тапсырма. Сендерге суреттер беремін. Суреттерге қарап, отбасы мүшелерінің арасындағы ізгі қарым-қатынасты тауып әңгімелеп бересіңдер. Екінші топқа тапсырма. Отбасындағы адамдардың мінез құлықтарын сипаттау. Үшінші топқа үшінші тапсырма. Суреттердегі бейнелердің қайсысын өз отбасы мүшелеріне теңер едіңдер? Әңгімелеп беріңдер. Жарайсыңдар, балалар, орындап болдық. Балалар, ата-аналарыңды әрқашан сыйлап, құрметтеп жүріңдер. Және де ата-аналарына ізгі қарым-қатынаста жүріңдер. Енді балалар, бәріміз енді ән айтамыз. Ол әнді Алтынбек Қоразбаев жазған болатын. Жан ана. Өз балаңнан артық бала барманы, біз
боласың жарай қалса шаруаға теңізді де кешіп өтіп жетпеймін жан ботасын сағынғанда арулана теңізді де кешіп өтіп жетпеймін жан ботасын сағынғанда арулана аруланасың мен болғанда жаннана сенсіз менің бақ жұлдызым жанама сенсіз менің айым туып алдымнан атым шауып бас бәйгені аламын сенсіз менің айым туып алдымнан атым шауып бас бәйгені аламын асылана сенен қуа алайын алдым сенен атар таңға араян сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табайын сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табайын Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді үй тапсырмасын жазып аламыз. Үй тапсырмасына оқулықтағы 48-ші беттегі Қадырбаевтың мейірім әңгімесін оқып келу. Енді балалар, қазір тыныштық сәті. Еркін жайғасайық. Бүгінгі сабағымызды, дәйек сөзімізді есімізге түсірейік, ішімізден қайталайық. Отбасындағы мейірім, қуаныш, достық қасиеттері мен дұрыс әрекет құндылығы екенін және адам бойындағы ең асыл қасиеттер сыпайылық, әдептілік, сыйластық екенін түсіндіңдер. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп жүрейік. Жайлап көзімізді ашуға болады. Бүгінгі сабақ үшін оқушылар, сендерге рахмет. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.